Ассаламу алейкум, сайлы серджилер. Қырым телеканалында хаберлер жаңлы яйында студияда Эльвина Халилова чалыша ве бүгін мен сізлеріні бойле хаберлерінен таныш етем. Ишғал етілген Қырымға Авропа депутатларының зияреті. Қырым татар сияси мабусын апайы ақайының тұтылу шарайытлері аққанда айтып берді. Бүгінден башлап Ақярда блокпостлар олмайжақ. Ишғалжы матбуғат васталарына көре бұл күнлері Қырымда кечкен сайлавларға Франкистан, Бұлғаристан, Маджаристан ве Алманиядан делегатлар келді. Олар сөзде Русия анаясасына көрсетілежек деңішмелеріні талилетіп, рейберу кетіргені незарет етежеклер. Украина есе бұл сайлавлар қанунсыз олғаныны илан етті. Спасибо. Давайте чуть в сторону. Давайте. Украина топрақларының ишғал етілмесіне дестек. Бойле етіп Киевдегі Қырым прокуратурасы Авропа парламентінің депутатлары олған Француз сәйетінің ишғал етілген ярымадаға келмесіні тефсір етті. Прокуратураның матбуғат кәтібі айтқанына көре депутатлар Русия анаясасына көрсетілежек олған деңішмелеріні қанунилештірмеге тырышалар. Бұндан да ғайры оларның әрекетлерім Украина тәркібіне кірген Қырым Мұхтар Жұмхуриеті ве Ақяр шерінің анаяса статусына ижбір шекілде тесір етмейжек деп қайт етілді Мойсиседе. Айны заманда Авропа парламентінің тышқы ішлері комитетінің башы Дэвид Макалистер ве Авропа депутаты Томас Тобе Авропа ве бір шекілде Русияде кечкен сайлавларға қатнашмағаныны білдірді. Бұнен бераберлікте олар бойле сайлавларының Қырымдаки нәтижелеріні ешбір заман танымайжақларыны илан етті. Бұл уақытта Авропа парламентінің сайтында нешір етілген ресми білдірмеде қабер етілі. Ачықламада Авропа парламентінің азалары Русия Федерациясының сайлавларында иштирак яда ишғал етілген Қырым ярымадасында япылған рейберовде көз етіжилікні өз башына япалар. Оларның чықышлары вақтында авиаризаларында Авропа парламентіне менсуп болғаныны білдірмеге ақлары жоқ. Авропа шурасы бұ топрақларда кечкен сайлав нәтижелеріні бір танымайжақ деп yazıла. Сияси мабюс Шабан Умеровны Русияна яса деңішмелеріне рей бермеге зорладылар. Сайлавлар Ахмеджеттеки бірінші сезода кечті. Бұл уақытта Қырым бірдемлігіне адвокат Назим Шейхмамбетов айтып берді. Оның сөзлеріне көре Умеровны одадан чықарып зорбалықнен сайлавларға иштирак етмеге йолладылар. Оңа тибби маска ве қолчақлар берділер. Амма сияси мабюс рей бермекні рет етті. Апысханенің қадимлері оның камерасында тынтув кечережегі ве онен берабер одада болынғанларға да бір sıra проблема чықарajағынен қорқыздылар. Ама бұңа бақмадан Умеров бір сайлавға қошылмады. Нәтижеде бір хач күндевамында оның камерасында тынтувлер кечті. Оны ава алмаға да чықармадылар, пенжерелерінде ачмаға изин бермеділер. Бұны адвокат ишғал етілген Қырымдаки омбудсмен Лариса Апанасюк ве прокурор Евгений Барюгинаға yazып аңлатты. Украина сағлық сақлав системасы ковид қасталарының артмасынен көрешіп олмаса, карантин тәдбірлері арта білет деп хабар етті Украина сағлық сақлав назирі Максим Степанов. Украиналыларны сағлық сақлав назирлігінің тефселеріні бежермеге чағырды. Сонки 24 саты ішінде Украинада 664 яңы коронавирус қастасы қайдетілді. Умумен пандемия башындан Украинада аман-аман 45 bin кіші ковидке оғырады. Бір инсан өлді веда едісі қасталанды. Бұл Қырымдаки ковид тарқалмасының нәтижелері. Тәфсилатларыны ишғалжы акимиет білдірмей. Умумен пандемия башындан ярымадада коронавирустан 28, Ақярда есе 4 инсан әлек олды. Украина назирлер кабинетінде жемат ерлерінде маскасыз жүрген инсанларға пара жазаларыны көрсетілмесі теклиф етілді. Мемури месулиет тек физик шақысларға дегілді, юридик шақысларға да ятажақ.
Штрафи великі, для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі, тобто, по суті, йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальне порушення правил карантину. Для юридичних осіб суми великі, від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Прошу проголосувати, підтримати даний проєкт. Проти утримався немає, рішення прийнято. Дякую. Бүгінден башлап ишғал етілген Ақярда блокпостларының чалышмалары ләғу етіле. Бұ ақта Ақярның шәр башы Михаил Разважаев айтып берді. Ишғалжы әкемиет ратлық мерkezлеріні вейш ханелеріні açты. Елінің 8-ден башлап исе балалар үшін лагерлерді чалышмаға башлайжақ. Сонки hafta içinde ишғал етілген Ақярда 20 инсан ковидке яқаланды. Умумен алғанда пандемия башындан мұнда 235 инсан ковидке яқаланды. Снимаем работу на блокпостах. У нас освобождаются дополнительные силы для того, чтобы усилить тестирование в наших коллективах. Прежде всего, конечно, в группы риска. Это наши медицинские работники. Соответственно, освободившиеся наши силы штаба займутся этим. Сияси Мабюс Теймур Абдулаев 4 айдан берлі жаза изоляторында болуна. Мабюс уйдырылған Хизбут Тахрир давасының иштиракчысы ола. Шымды исео Салават шәрінде жазаевынде болуна. Мабусның тұтылув шарайтлері ақында бізге оның омыр арқадашы айтып берді. Я Абдулаева Алиме, жена политзаключенного Теймура Абдулаева, которого присудили на 16,5 лет в колонии строгого режима за его веру, за политические и религиозные убеждения. Его арестовали еще в октябре 2016 года. После того, как его этапировали в российскую колонию номер 2 города Салават, Республики Башкортостан, он постоянно находится в штрафном изоляторе. В колонии к нему приходили сотрудники из центра и требовали, чтобы он отказался от своих убеждений и пошел с ними на сотрудничество. Якобы только после этого они выпустят его из ШИЗО. Его даже пытаются изолировать от того общества в колонии, в котором он находится. К примеру, осужденных, которые поздоровались с ними, наказывают также штрафным изолятором только по причине того, что они с ним поздоровались. Я считаю, что это превышение всех возможных должностных полномочий, так как силовики и так детей лишили отца, меня, моего близкого человека, мать единственных 2 сыновей. В дождливую и пасмурную погоду он вынужден одевать на себя зимнюю одежду, потому что в камере очень холодно и сыро. А также в течение 16 часов днем он не может ни сесть, ни прилечь, потому что кровать пристегивается к стенке, и с раннего утра до позднего вечера он находится на ногах. Моим мужем интересуются и пишут письма со всех городов Крыма, со всех стран мира. Интересуются его здоровьем, его положением. Я прошу всех неравнодушных писать письма директору СИН России, омбудсмену России, генпрокурору России. Моему мужу крайне необходима поддержка нашего народа, общественных организаций, консульства Украины в Москве, Министерства иностранных дел Украины. Я опасаюсь за физическое и моральное состояние своего супруга. Вот уже 4 месяца от бабашек не получаем писем. Мы написали многочисленное количество писем нашему тренеру, потому что соскучились по нему. Сақ шерінде Қырым татарларыны темсал еткен қатыра ташыны бозмаға çalışқан Русия сакинаны 10 күнге апыске отырттылар. Бұл ақта Милли Меджлис рейесі Рифат Чубаров хабер етті. Оның айтқанына Корея Русия ишғалжы әкемиеті бұл ішіні қапатмаға тырыша. Юз берген вақияны вандаллық оларақ ихтисас етмек керек деп қайдетті Чубаров. Қатырлатам кечкен авта Сақ шеріне кіріште бір рус қаданы чоқучны алып, Қырым татар темсалі олған тарақтамға ве Корандан язып
жазылған сатырлары олған ташыны бозмаға тырышты. О біріншілер сырасында ватанымызға yol açtı. Вежие кашка сақ олған олса бүгін 85 яшыны толдырacak еді. Қадын 2017 сенесі ФСБ тарафындан япылған басқы вақтында ольды. Кашка қалқымызны Қырымға қайтмасы үшін көрешіп, омырны бұңа бағышлады. Оны үш сефер ватындан сүргінеттілер, амма бұл оны тоқтатмады. О да фаль милли әрекетке иштирак етмеге башлады. Русия Қырымны ишғал еткен сон біле Вежие кашка тамыр халқының ақларыны қорчаламыға девам етті. Халқымыздың эфсаневи векілі ақында невбетті келевхамызда. Қырым татарларының көреш темсалі Вежие кашка Қырым татар қалқының Қырымға қайтмасына бұйық исе қошты. О 1934 сенесі ярым аданын алуш ташәрі янында Ускут көйінде доғды. Вежие кашка үш кере 1944, 1967 ве 1969 сенелері сүргінлікке оғрады. 50 сенелері Өзбекистанда о біріншілер сырасында Қырым татар милли әрекетіне қошылды. Қадын Қырым татар халқының милли лидері Мустафа Джемилевның савдашы еді. Вежие кашка – это очень знаковая фигура, очень известная всему народу женщина. Вежие кашка совет диссидентлері Петр Григоренко ве Андрей Сахаров или ишбірлік етті. О 1973 сенесі қорантасымен береберлікте біріншілер сырасында Қырымға қайтып келді. Қадын фаал олғаны себебінден КГБ-нің диққатын атушы. Ватанына қайтқан сон есе мақсус құветлер оның насыл яшайжағына шартлар қоя. И тогда обещал КГБ дом Авуште купить и детей учить, и детей делать грамотно. Вежие кашка дегер ватандашлары да ана топрағы Қырымға қайтмалары үшін көрешті. Оның евінде гизле оларақ фааллер топлашайды. Русия Қырымны ишғал еткен сон милли әрекет иштиракчысы Қырым Хамачавы ве наразылық акцияларына да қатнашты. Мы будем держаться с этой блокады до конца своего жизни. Милли әрекет иштиракчысы 2017 сенесі ноябрьнің 23-інде вефат етті. Вежие кашка тюрк ватандашындан Ахмеджеттеки хавеханеде корышып парасына қайтармақ істеді. Онен берабер фуалер Асан Чапух, Кязим Аметов, Бекир Дегерменже ве Руслан Трубач да бар еді. Хавеханеге кіркен вақытта ФСБ хадемлері басқы башлатып, Қырым татарларыны пара талап еткенінде қабатлай. Шу заман 82 яшындаки Вежие кашка ярамай, аджеле ярды машинасында есе қадан жан бере. Қырым ишғалжы акимиеті милли әрекет иштиракчысы юрек қастазлығындан еля қолғанына қайдете, амма сойларына ве адвокатларына аля бірде-бір таздықлаған весиха бермей. Бұнені себен сағлықлашам Facebook сәйфемізге қошылыңыз ве бұзылеуіңіз көрішкенже.